келесіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастайық. Ең бірінші сабағымызды жақсы сөздермен, тілек, тілеуден бастап жіберсек. Бүгінгі сабақта барлықтарына сәттілік тілеймін. Топ басшылары қалған оқушыларға тілектеп шықсаңыздар. Барлық оқушыларға және де қарсылас топқа бүгінгі сабақта ұшқыр ой тілеймін. Бүгінгі сабақта барлық оқушыларға және қарсылас топтарға керемет көңіл күй тілеймін. Ендеше бәріміз экранға назар аударайық. Қандай ақпараттарды байқадық? Бұл бейнежазбада біз халықтың соңғы жылдардағы демографиялық өзгерісін байқауға болады. Бейнеүзіндіден біз халық санының өсуі мен кемуі, яғни демографиялық статистиканы байқадық. Біз бұл бейне үзіндіден демография екенін түсіндік. Жалпы демография ұғымы нені білдіреді? Демография дегеніміз халықтың өсуі және төмендеуін білдіреді. Мемлекеттің дамуына әсер етеді. Ол халық жағдайының әлеуметтік жағынан өсуі және кемуіне байқалады. Халық саны қанша деп ойлайсыңдар? Қазақстандағы халық саны 19 миллионнан астам. Ал енді оның ішінде 19 миллионнан астам дедік, жақсы. Оның ішінде қазақ халқының саны қанша деп ойлайсыңдар? Оның ішінде қазақ халқының үлесі 65% болады. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттың болашағы демографиялық өсімден. Осы тақырыбымызға сай оқу мақсаттарымызбен таныс болайық. Оқу мақсаттарымыз тұтас емес, мәтіндердегі мәліметтерді салыстыру, өңдеу, мәтін құрылымын сақтай отырып, бірнеше графиктік мәтіндегі деректерді салыстыру, маңызды тұстар мен үрдістерді анықтап жазу. Және үшінші оқу мақсатымыз бұл салалас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп, жазба жұмысында қолдану. Осы оқу мақсатына жету үшін бізде мынадай критерийлер. Диаграммадағы мәліметтерді салыстырады, мәтін ақпараттарын өңдейді, деректерді салыстырады, маңызды тұстары мен үрдістерді анықтап, мәтін жазады. Салалас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлерін ажыратады. Жазылым жұмысында салалас құрмалас сөйлемдерді түрлендіріп қолданады. Енді балалар, мен сендерді осы бүгінгі тақырыбымызға сай даму және өзгеріс деп екі топқа бөлдім. Не себептен? Себебі демография кезінде халықтың саны өзгеріске ұшырап, кейбір халықтардың саны өсіп, дамып жатады. Сол себептен даму және өзгеріс деп алдым. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың бірінші тапсырмасы ойлан, бөліс әдісі бойынша даму тобы 2020-2021 жылғы Қазақстан халқын салыстырады, айырмашылығын табады, оны өңдеп жазады. Мен сендерге қазір ресурстар беремін, сол бойынша жұмыс жасаймыз.
басталатын уақыт болып қалды. Қай топ дайын? Жақсы, мына даму тобынан бастайық. Балалар, бұл тапсырмаға берілген дискрипторымыз топ басшылары және басқа да оқушылардың қараудағы 3 мәліметті салыстыру және мәліметті өңдеп қайта жазу еді. Біздің дискрипторымыз ал сөйлейміз. Осы дискрипторға сай бағалап тұрамыз. Бізге берілген тапсырмамыздың тақырыбы 2020-2021 жылғы халық саны салыстыру. 2020 жылы дүниеге келген адамдардың саны 162 мың адам, ал жалпы халық саны 19 миллионнан астам адамдар. Ал қайтыс болған адамдардың саны 104 мың. 2021 жылы дүниеге келгендер саны 178,9 мың адам. Жалпы халық саны 19 миллион 421 мың адам. Ал қайтыс болғандар саны 176 мың. Берілген тапсырма 2020-2021 жылы ұлттар санын салыстыру. Жалпы Қазақстанда 19 миллион халық тұрады, соның ішінде өзге ұлт өкілдері 130-дан астам. Жалпы қазақтар 65,2% құраса, орыстар 21,8%, түріктер 1,6%, корейлер 0,6%, немістер 1,1%, татарлар 1,2%, ұйғырлар 1,4%, украиндар 1,8%, өзбектер 3%-ды құрайды. Айтасыздар балалар, біз тәуелсіздік алғалы бері қысқа мерзім уақытта қазақ халқының саны 24%-ға өскен. Бұл бұрын соңды тарихта болмаған жайт. Яғни біз тәуелсіздіктің қазақ халқына берген бұл үлкен сыйы. Жақсы, отыра топ жұмысымызды бағалайық. Топ жұмыстарын дискрипторға қарап отырып, топ басшылары дискрипторлар диаграммадағы 3 мәліметті салыстыру қажет болған және мәліметті өңдеп қайта жазып, диаграммаға кестеге салуымыз қажет еді. Ақылдаса отырдық. Дискриптор бойынша бағалап шығайық. Даму тобына сөзге берейік. Даму тобының топ басшысы өзгеріс тобының оқушыларын бағалайды. Дискрипторға сәйкес қарсылас топ дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Дискрипторға сай келеді. Мәліметтерді бір-бірімен салыстыра отырып, мәліметтерді өңдеп графикке дұрыс салды. Тамаша, жақсы. Даму тобы диаграммаға сәйкес барлық 3 мәліметтерді салыстыра білген. Өсу коэффициентін және де қайтыс болғандар және де бала туу көрсеткіштерін салыстырып өңдеген. Тамаша, жақсы. Енді біздің келесі тапсырмамыз ақпараттар лотасы деп аталады. Мынау алдарыңызға берілген бірінші тапсырмадағы тақырып бойынша сіздер деректердің маңызды тұстары мен үрдістерін анықтайсыздар және ол неліктен өзгеріске ұшырап жатыр себебін жазасыздар. Уақыт аяқталды. Екінші тапсырманы қай топ орындап дамып алда келе жатыр. Берілген тапсырма бойынша біздің тақырыбымыз 2020-2021 жылы Қазақстан халқының демографиясы. 2020-2021 жылдары халық санының өсуі мен кемшілігін салыстыру. Халық санының әлеуметтік жағдайы жақсарғандықтан халық санының саны артты. Даму тобына көп рахмет. Енді өзгеріс тобына Бізге берілген тапсырма ақпараттар лотасын толтыру және де тақырыбы 2020-2021 жылдардағы ұлттардың саны. Маңызды тұстары қазақ халқындағы ұлттар санын анықтау және қазақ халқының саны өсті. Неліктен өзге ұлттардың саны азаюы және де өз ұлттарымыздың санының көбеюі. Себебі белгілі бір жағдайға байланысты өз отанынан кеткен қандас бауырларымыздың өз еліне оралуы және де өзге ұлт өкілдері де өз ата мекеніне оралуы. болды. Тамаша зерттеу жұмысын жүргізді.
жүргіздік. Енді топ басшылары бойынша жасаған жұмысымызды бағалай кетейік. Дескрипторда екі маңызды тұсын, үрдісін анықтау және оны өмірмен байланыстыру болған. Өзгеріс тобына сөз кезегін берейік. Топ басшысы немесе тобы дескрипторға сай жұмыс жасаған, себебі мысалы жалпы маңызды тұстарын жақсы келтірген және де оның себебі 2020 жылы болған індетті де қосқан және де яғни ол өмірмен байланыстырғанын жақсы көрсетеді. Сондағы өзгерістерді де айтып шықты, иә? Тамаша, жақсы, отыра ғой. Өзгеріс тобы осы ақпараттар лотасы жұмысында екі маңызды тұстарды және де үрдістерді өте жақсы анықтады. Өмірмен жақсы байланыстырды, себебі 2020-2021 жылдардағы ұлттар санындағы біздің басқа елдерге көшіп кеткен қандастарымыздың елге оралуын жақсы түсінді. Біз алдағы жұмыстарда тақырыбымызға байланысты маңызды деректерді, аргументтерді, фактілерді жинақтай білдік. Енді осыларды қатыстыра отырып, біздің еліміздегі демографиялық жағдай қандай деген тақырыпта эссе жазамыз. Эссе жазу барысында салалас, құрмалас сөйлемдерді түрлендіріп қолданамыз. Ал іске кірісейік. Еліміздің демографиялық жағдайы қалай? Қазақстанның демографиясы қарқынды дамуда. Елде халық саны артып, демографиялық ахуалды реттеу үшін көптеген жұмыс атқарылып жатыр. Мысалы, түрлі тарихи жағдайларға байланысты елден кеткен халықты мемлекетке қайтаруға ынталандыру. Қазақстанның жер аумағы өте үлкен, алайда адам саны аз. Қазіргі таңда статистикаға сүйенсек, елде 19 миллионнан астам адам саны бар. Өсу процесі де жылдан жылға өсіп, өлім санының азайғанын байқауға болады. Яғни елдегі демократия өсу үшін бар жағдай жасалып жатқанын байқаймыз. Тобындағы ең үздік эссе кімге сол оқи қойсын? Сіздердің шешім бойынша Ерсұлтан, жақсы. Халықтың табиғи сандық өсімі ұлттық тілдің және тарихи санның жоғарылауы мен қос қабат жүріп отыруы керек. Саны өскен қазақ ұлтының ана тілін сақтап, түгелдерлік қазақ тілінде сөйлесе, Қазақстанның қазіргі ұлттық бейнесі де жаңа сапалық деңгейге көтеріледі. Қазақ ұлтының бүгінгі тарихи миссиясы осы шарада іске асыру. Барлық қазақ ана тілінде сөйлеп, мемлекеттік тілді қоғамдық қатынастар саласында пайдалануға міндетті. Дұрыс айтасың. Данышпан Абайдың біріңді қазақ, бірің дос көрмесең, істің бәрі бос деген ұлағатын темір қазақ ретінде ұстанып, тәуелсіздік берген тарихи мүмкіндікті толық пайдалану әр қазақ азаматының парызы. Бүгінгі сабаққа сендер өте белсене қатыстыңдар. Даму тобында, өзгеріс тобында өздерінің ерекшеліктерімен көзге түсті деп ойлаймын. Ал енді бүгінгі сабақты бүгін не үйрендік? Сен үшін тақырыптардың құнды тұстары болды ма? Осы тақырып бойынша тағы не білгің келеді деген сұрақтарға кішкене бір ой жүгіртіп жауап берсек. Бүгінгі сабақ өте қызықты болды мен үшін. Бүгінгі сабақта біз демография мемлекетке не үшін керектігін, ол қай салада екенін білдік. Мен үшін тақырыптың құндылықтары осы мемлекеттегі ұлттардың өсуіне, кемуін, сондай қандай ұлттар бар екенін білдім. Бүгінгі тақырып осы бойынша құнды тұстар болды ма? Мен үшін бүгінгі сабақтағы құнды дүниелер ол Қазақстандағы демографияның сандарын білу болды. Қазақстандағы демографияның жыл сайын саны қалай артуда, қалай кемуде және де қаншама ұлт өкілдерінде санын білу мен үшін құнды болды. Келесі сабақта шетелге оқуға кеткен жастардың қанша пайызы осы Қазақстан еліне, өзіміздің елімізге келіп жұмыс істеп жатқанын білгім келеді. Жақсы балалар, енді үйге тапсырма. Біз жаңағы Аязжанның көкейтесті сұрағы бар ғой. Қазіргі жастардың шетелде оқып жатқан қазақ жастарының қаншалықты пайызы шетелде жүр, қаншалықты пайызы сол шетелден келіп Қазақстанға қызмет етіп жатыр. Сол бойынша зерттеу жұмысын жүргізіп келеміз. Жақсы, сау болыңыздар. Бүгін өте тамаша жұмыс атқардыңыз. Осымен сабақ аяқталды.